Сәлеметсіздер. Бұл сабағымызда біз MySQL-дегі айнымалдар туралы айтамыз. Сабағымызды бастамас бұрын біз алдымен MySQL-дегі ескертулер туралы айталық. Бірінші мынадай жазады. Бұл енді бұрын біз C# тілінде мынау арқылы жазатынбыз. Бір жолдық ескертулер. Бұл тек қана адамға көрінеді дегенбіз. Сосын көп жол болған кезде осылай жазылады дегеніне. Ескерту деген адамға көріну үшін қосылатын сол код жайында болмаса сол жазылған логика жайындағы бір түсініктемелер. Енді соны MySQL-де бір жолдық ескертуді осылай жазады. Мысалы, осы бір ескерту деген секілді. Ал енді тағы да бір түрлі жазылып жатса, мына екі ортаңғы сызық, одан кейін бостық белгісі. Одан кейін барып жазылады. Бұл да бір жолдық ескерту. Ал енді үшінші түрлісі жаңағы біздің бұрынғы C# тіліндегімен ұқсас. Осылай жазылады. Енді бұл енді бірнеше жол болса бола береді. Енді бұны айта кетудегі себеп, біз алдында declare, delimiter деп сосын былай жазған кезде кейбір оқушылар түсінбей қалған. Мынаны түсінбей қалған. Мынау өйткені C# тілінде ескертулердің алдына қосылады. Ал енді MySQL-де болса, ескерту қоспақшы болса, осылай жазамыз. Бұл бөлу сызығын қайта белгілеу деген секілді жазуға болады. Ал енді бұл кезде мынаның жаңағы ескерту ретінде рол жоқ. Бұл да MySQL-де осылай жазылады, немесе былай жазылады. Ал енді бұл сабақ алдында айтылған сөз. Енді біздің сабағымызда айтатынымыз MySQL-дегі айнымалдар. Негізінен 4 түрге бөлінеді. Біріншісі user defined дейді. Қолданушы жағынан defined. Қолданушы жағынан анықталған айнымалдар. Одан кейін локал, жергілікті, яғни begin end'інің арасында келетіндер. Ал енді біздің C# жөнінен айтқан кезде бұл жақшаның ішіндегілер. Ал одан кейін session, одан кейін global деген. Осы 4 түрге бөлінеді. 4 түрде. Біріншісі user defined деген қолданушы жағынан. Яғни тіке өзіңіз set деп, содан кейін num1 деген. Енді бұл бір айнымал. Біз айнымалын айтқанбыз, алдымен анықтаймыз деген. Ал енді бұл MySQL-де осы user defined, яғни қолданушының белгілеген айнымалдар сөзсіз анықтау барысында мән меншіктеу керек. Жаңағы user былай жазып қойға болмайды, қате болады. Сөзсіз мән беру керек. Мән меншіктеу керек. Міне бұл енді бір айнымал. Ал енді бұның осы мәнін қалай көреміз десек, осы select арқылы көре береміз. Біз көрейік не? Ал енді бұл анықтау барысында сөзсіз бірінші default мән берілу керек. Әдепкі мән берілу керек. Осылай жазуға болады. Және де бұны өзгертетін болсақ, тағы да осымен ұқсас. num20 деп өзгертуге бола береді. Осылай бір айнымалы анықтай аламыз және мән меншіктей аламыз. Ал енді мынау айғұлақ белгісі неге қосылып жүр дегенде, бұл осы user defined екенін білдіру үшін қосып жүрміз. Системаның айнымалыларында бұл екі тал болады. Екі тал ақ белгісі болады. Айғұлақ белгісі болады. Сондықтан біз осы белгіні қоса жүрміз керек. Біз user defined екенін білдіру үшін осыны ала жүрміз. Енді біз айтатынымыз, кейде бұл жазылған кодтарымыз тек өзіміз үшін емес, басқа да осы бір үлкен прожектті тек қана бір адам істемейді, бірнеше адам істейді. Сонда бірінің жазған бірі түсіну үшін осындай ескертулер қосамыз. Және де кейбір қағидалар болады. Сол қағидаға бойсыну керек. Мынау да сондай бір қағида. Ал енді біз
Айнымал жөнінен айтқан кезде айнымалын бірінші анықтайтынбыз. Анықтау. Сосын меншіктеу. Мән меншіктеу, одан кейін барып жаңағы пайдалану. Ал енді мына дәл осы user define жөнінен айтқан кезде біздің анықтау мен мән меншіктеу бірдей ұқсас, сондықтан мына екеуі бірге деп түсінсек болады. Бұл анықтау барысында сөзсіз мән меншіктеу керек. Ал енді бұл бір түрлі жолы. Енді және де бір түрлі жолы. Мысалы, select арқылы анықтау болады. Select. Сосын айғылар. Бұл жерде біз name дейік. Сосын бар. Бұл кезде теңдік белгісі біз білетіміз, осы select where'ларда бұл теңдік белгісіне тең. Мынау секілді меншіктеуге тең емес. Сондықтан мән меншіктеуге тағы бір түрлі белгі берген. Яғни мына ортаңғы қос нүкте, содан кейін теңдік белгісі. Содан кейін бар біз мына жерге жазалық. Осылайда анықтауға болады. Мынау менен ұқсас, бұл да жаңағы міне. Енді мына белгі сол мынау мен ұқсас. Ал енді мына жерде біз пайдаланған кезде де осыны істетуге бола береді. Негізі біз үйренгендей осы теңдік белгісі мән меншіктеуге тең болатын. Бірақ біз үйренген кезде көргенбіз, where деген кезде жаңағы осының артында where деп келетін болса, бір тал теңдік белгісімен біз C# тіліндегі екі теңдік белгісімен ұқсас түрде салыстыру екенін білгенбіз. Сол секілді қателіктен сақтану үшін мына MySQL-де мынау арқылы мән меншіктейтінді қосқан. Енді мына жерде set арқылы келген кезде бұл бір теңдік белгісі болса да бола береді. Бірақ select'те келген кезде сөзсіз мына нүктелі теңдікті қосу керек. Нүктелі теңдік пайдалану керек. Сондықтан сіз шатаспайын десеңіз, осы теңдік арқылы мән меншіктеңіз. Негізі кейбір жерде болады, кейбір жерде болмайды. Енді ол MySQL-дің өзінің белгілемесі. Осылайда жаңағы айнымал анықтауға болады. Бұлар енді user define'дар. Біз мына бірінші айтқан өз қолданушының жаңағы керегіне жарай өзі белгілеген айнымалдар. Енді біз көрейік жаңағы select жұлдыз from CD. Біз барлық қалаларды тексеріп көрейік. Сосын мына жерде ID-лар бар екен. Енді онда country-ді көрейік. Country-лардың алдында жаңағы рет нөмірі жоқ екен. Енді біз осыған рет нөмірі қосып көретін болсақ, біз былай жазуымызға болады. Мысалы, бірінші айнымалын анықтаймыз. Яғни индекс дейік. Индекс деген сөздің мағынасы бар екен, сондықтан индекс деп жазсақ. Содан кейін бұны 0 деп жазсақ. Бір айнымалын анықтадық. Сосын бар біз мына жерде осы айнымалыны индекс тең жаңағы өзіміздің мына теңдік белгісін қосамыз. Содан кейін осы индекс қосылған 1. Енді барып көруге болады. Ал енді мынаны былай жақшаға алып as содан кейін индекс дейік. Менің ойым осылай жазу арқылы мынада рет нөмір қосу. Біз мына әлемдегі елдерді тексергенде осының алдына рет нөмір қосу. Бірақ бұл арада қазір қателік шығып тұр. Бұл қателікте себебі мына жұлдыз белгісін бұл араға жазуға болмайды екен. Біз мынаны алдына жазады екенбіз. Сонда дұрыс болады. Енді барып көрейік не. Енді ең арт жағына барсақ, индекс деп есептеп тұр. Ал енді біз мынаумен қайтадан есептейік мына жерден.
міне бірден бастап шығып отыр. Өйткені біз алдымен бұған бір мән беріп алуымыз керек, яғни анықтап алып, оған мән меншіктеп, одан кейін барып есептеуіміз керек. Енді мынаны тағы да түсініктірек болу үшін мен мына жерде тек қана атын көрсетейін. Міне осы елдердің аты, сосын мына жерде рет нөмірін көрсеттім, индекс деп. Ал рет нөмірін қалай алдым деген кезде біз мына жерде өзіміз бір айнымалы алып алдық. Содан кейін әр жолғы деректі көрсеткен кезде біз осы айнымалымыз неге тең дегенде өзіне бірді қосқанға тең дедік. Содан кейін барып оны индекске айналдырып көрсеттік. Мына әз деген мына жердегі атын өзгерттік. Осылай кейде осындай пайдалануға болады. Бұл енді user define, мына қолданушының анықтаған айнымалдар. Енді бұның аумағы қайда дегенде осы бір ретке жалғануда. Осы бір әр жолғы жалғанымда керек. Яғни бұл мәңгі тұрмайтын нәрсе. Осы біздің мына жалғанған MySQL жалғанған өшкеннен кейін бұл айнымалымызда күшін жояды. Ол жайында аздан соң тағы да түсіндіреміз. Ал екіншісі мына локал деген. Локал дегенді айту үшін біз бір алдыменен drop function exits. Мысалы sum деген бұл енді системада бар, бірақ біз басқаша ат қоялық. Қосынды деп қоя алатын. Қосынды біз осы function бар болса өшір дедік. Содан кейін барып өзіміз құралық. Create алдың сабақта үйренгенбіз function. Одан кейін мына жерде жаңағы аты келу керек. Create function қосынды. Мынамен бірдей болу керек. Одан кейін барып біз мына жерде айтқанбыз. Біріншісі аты келеді. Number. Одан кейін int немесе integer десек те болады. Integer. Одан кейін num2. Сосын integer. Бұл енді осы параметрлер. Мынау function осының параметрлер. Одан кейін барып returns. Сосын бұның несі integer болады. Бізге қайтаратыны. Одан кейін begin. Енді. Сосын бұда шатаспау үшін біз айтқанбыз. Мынарада жаңағы delimiter арқылы сосын delimiter арқылы мына бөлу сызығын өзгерте тұрамыз уақытша. Мынаған өзгерте тұрамыз. Енді одан кейін мына жерде return num1 return деген қата жазылыпты. Return num1 қосылған num2. Мына екі санның қосындысын есептейтін бір функция жаздық. Бірінші болса екі параметр келеді. Олар integer деген дерек түрінде. Одан кейін бізге integer деген дерек түріндегі мән қайту керек дедік. Осылай белгілеп алдық. Енді көрейік не? Мына тағы да мына жерге мынаны қос дейді. Негізі осы Workbench-та ғана осындай көп шығады. Әйтпесе басқаларында қосудың қажеті жоқ. Мынаны deterministік деген. Осыны қоссақ дұрыс болады. Енді көрейік не? Сәтті болды. Енді біз соны пайдаланып көрейік. Select қосынды. Содан кейін жерге 20 қосылған 12 дейік. Енді барып көрейік не? Бұл дұрыс болды деген сөз. Енді менің айтайын дегенім, біздің мына жердегі
lokal variable, яғни lokal айнымалы. Оны мына сыртта пайдалануға келмейді, мына functionның сыртында, функцияның сыртында пайдалануға келмейді. Ол тек қана мына begin енді деп келетін жерлерде ғана керек. Біз begin мен endіні айтқанбыз, мына ұлы жақша біздің C# тілінде үйренген. Мынандай ұлы жақша осының ішінде ғана пайдалануға келетін. Оны қалай пайдаланады дегенде, оны сөзсіз мына begin-нен кейін жазу керек. Мынандай жазып бірнеше жазып болғаннан кейін барып жазуға келмейді. Сөзсіз begin-нен кейін жазу керек. Оның үстіне оның алдына declare деп жазу керек. Declare, содан кейін барып біз num3 деп жазалық не. Сосын оның директорын жазамыз, integer. Одан кейін барып оған default мән беруге болады. Default 0 деп. Осылай жазады. Бұл да айнымалы. Бұл айнымалының аты local variable, яғни жергілікті, осы begin endінің ішінде ғана пайдалануға болатын variable. Одан кейін бұған мән меншіктейтін болсақ, жаңағы set арқылы беруге болады. Set, сосын num3 тең, сосын num1 қосылған num2, одан кейін барып num3 деп мына жерде пайдалансақ болады. Енді қайтадан мынадан тартып отып мына жерге шейін қайта жүргіземіз. Енді бұл кезде бұл не істейді дегенде, мынаны drop деп өшіреді, біз мына functionды өшіріп, сосын қайтадан құрып, сосын барып мына жерде select қылады. Енді дұрыс көрініп тұр мәні, бірақ біз ортада тағы да бір айнымалы пайдаландық, declare деп. Енді бұның артықшылығы, біз бұны осы жерде пайдаланғаннан кейін бұл өшіп кетеді. Яғни әр жолы осы function пайдалану барысында қайтадан өзі атқарып отырады. Енді бұл жерде default жазбауға да болады бұда. Тек қана анықтап қойсақ болады. Ал мән меншіктеу осымен ұқсас. Енді бұда жаңағы нені жазбай қоюға болады, жаңағы айғұлақ белгісін. Бұны жазбайды. Бұда жазылмайды. Бұл local variable деген. Ал енді session variableға келейік. Session variable алдыменен бұл система жағынан. Жаңағы екеуі біз өзіміз пайдаланатындар бұлар. Өзіміз жазып қолданатындар. Ал session мен global ол система жағындағы. Бұны show session variable. Variables тек. Осылай session variables'тар көреміз. Мына жерде қанша бар асыр. Өте көп система жағынан берілген variables'тар бар екен. Ал енді және де біреу show global. Бұл жалпылық variables'тар. Жалпылық. Біз көріп не? Жалпылық. Бұл екеуі session деген бұда ұқсас. Жаңағы әр жолғы жалғанымға. Біз мына MySQL-ге жалғап қолданып отырмыз. Соған істейтін айнымалдар. Мұны система жағынан берілгендер. Біз тағы да көрейік. Show session variables, сосын like, одан кейін auto, мынадан басталғандарды көрейік біз. Яғни auto commit деген осы көп қолданылатындар. Осындай variable'дар. Бұның енді ұқсас, өйткені бұл екеуі де жаңағы система жағынан берілген себепті екеуінің де жаңағы кейбіреу ұқсас болады. Мына жерде мынаған бере қояйық. Екі result шықты. Яғни мына біріншісі система осы session жағына берілген, мынау жаңағы жалпы global жағынан екеуінің негізі ұқсас. Ал енді бұны қалай өзгертеді деген кезде жаңағы set session
Biz mына біреу өзгертіп көрейік. Auto commit дегенді. Сосын set session auto commit. Auto commit. Сосын бұның несін op деп өзгертіп. Op деп өзгертіп, міне. Енді барып мынаны қайтадан көрейік. Міне бұл кезде opқа өзгерт деген сөз. Осылай өзгертеді. Енді тағы бір түрлі өзгерту жолы бұл жаңа айтып өткенбіз. Екі айғұлақ арқылы системадағы айнымалдарды белгілейді деген осы. Екі айғұлақ, содан кейін барып жерге нүкте жазу арқылы шығады. Auto commit деп. Осылай да өзгертуге болады. Қайтадан қалпына алып келейін. Ашу жабу деген. Содан кейін барып көрейік мына жерде. Онға қайтадан өзгерді. Ал енді мына глобалда осымен ұқсас. Біз мына жерде тек қана глобалға өзгерте салалық. Мынаны өзгертіп, міне. Содан кейін барып мына жерден тексеріп көрейік. Міне офқа өзгерді. Енді мынаны тексеріп көрейік. Бұл қазір біздің неде on деп тұр. Ал енді мынау жалпы беттік айнымал. Ал енді қай жерде тексерсек те осы on болып тұрады. Енді оны анықтау үшін біз және де біреу жалғауымыз керек. Алдыменен мен мынаны да opқа өзгертіп алайын. Біз әзір осы MySQL жөнінен global auto commit пенен session auto commit деген екеуінде мән offқа өзгерттік. Екеуінде мән offқа өзгерттік. Енді мен мына жерде навигат арқылы жалғайын. Навигат арқылы localhost. Сосын world дегеннен содан кейін query деп көріп мына жерде. Жаңағы show session variables. Сосын like auto сызық like дегенді білеміз осы іздеуге арналған. Мына variables дегенді қайта жаздық па, біз мына екеуінде көшіре салалық. Мынада алдымен бірден көрейік. Мына біріншісі session'ді көрсек, бұл op болып тұр екен. Ал енді мынау global'ды көрсек, бұл да op болып тұр екен. Енді мынау негізі себебі біз жаңа global'ды бір рет өзгерткеннен кейін қайта жалғасақ op болады. Онда мынаны әзір мен global жауып тұрайын түсініктірек болу үшін. Global'ды өшіре тұрайын. Аша тұрайын. Содан кейін барып мына нені қайта жалғауымыз керек. Қайта жалғайық міне. Session. Енді 10 болып тұр міне. Ал енді мына жақтағысында қарайық session'ді. Міне op болып тұр. Енді жалпы бұнда айтайын дегенім. Global деген жалпылық. Алдымен global, одан кейін session. Session деген әр қайсысы осы MySQL-ге жалғанған коннекшндарда, яғни жалғанып қолданып отырған қолданушыларда пайдаланылатын айнымалдар. Ал global жалпы беттік. Алдымен globalды өзгертіп тастасаңыз, одан кейін жалғанған session'дардың мәні сонымен ұқсас болады. Ал session'ді өзгертсеңіз, ол тек қана сол жалғанымдағы ғана керек өзгереді, ал жалпы беттік өзгермейді деген сөз. Сондықтан біз соның айырмашылығын біліп алуымыз керек. Енді бұларды дәл осы session мен global түсінбесеңіз, өте көп несі жоқ, қолданымы жоқ. Бұларды беталды өзгертіп қолданбайды. Ал енді кейде мына global жағынан қолданатындар бар. Globalдан өзгерте тұрып істейтін жағдайлар бар. Олардың өзі өте аз кезігеді. Сондықтан
Бұларды түсінбесеңіз оқасы жоқ. Бірақ біз осындай айнымалдар бар екенін білуіміз керек. Біреуі user defined, local, session, global деген секілді айнымалдар бар екенін білуіміз керек. Енді ұмытпай жаңағы өзгерткен мына айнымалдарды қалпына келтіріп қояйық, өйткені бұлар біздің MySQL-ді қолдануға әсері бар. Мынау 10 болып тұр екен. Мына оп болып тұр екен, онда мынаны да 10-ға өзгертейік. Жалпы осы айнымалдарды осылай қолданамыз. Енді басты көп қолданатын өзіміздің user defined, мына арадағы сет арқылы анықтап мән меншіктейтіндер. Ал одан кейінгісі мына bilginin ішінде келетін declare арқылы анықтайтын local variable'дер, яғни жергілікті осы bilgin'нің ішінде ғана қолдануға келетін айнымалдар.